Қайырлы күн армысыздар. Бүгін біз 24 мамыр келесі дүйсенбі күні басталатын жаңа кітаптың бірінші бөлігін таныстырамыз. Яғни Аптор туралы және кітап туралы түсінік. Аптор Уаң Шиюэ 1972 жылы Хунанда туылған екен, шалғай бір ауылында, диқан семьясында. Орталық мектеп бітіргеннен кейін ары қарай оқи алмаған семьялық себептен сонымен үйде диқаншылықпен шұғылданған. Бірақ бала кезден бір жақсы әдеті өте көп кітап оқиды екен. Диқаншылық жұмыс істей жүріп, атыз басында жүріп, қолынан кітабын тастамаған. Кейін ауылдағылардың бәрі оңтүстікке, яғни Гуандун өлкесіне Шинжыңға жұмысқа кетіп жатқанын көрген ол да қалаға жұмысқа кетеді. Қаладағы диқан жұмыскерлерінің қатарында болады. Алғашында құрылыста қара жұмыс істейді. Яғни кірпіш тасиды, үй жинайды, су тасиды. Кейін асханада аспазға көмекші болып жұмыс істейді. Одан біртіндеп заводқа кіреді. Заводта техникалық жұмыс істейді. Біртіндеп техник инженер болады. Кейін басқарушы, тіпті әуелі заводтың бас басқарушысына дейін көтерілген екен. Аптор әдебиетке бала кезден қызыққан. Алғашқы шығармасын сол Шинжыңда жұмыс істеп жүрген кезде жазады екен. Яғни жаңа асханада, жұмыс басында, жаман лашықта, ешқандай шарт-жағдай жоқ жерде жазып жүреді екен. 2000 жылы алғашқы әңгімесі жарияланады. Содан бастап әдебиетке қадам қояды. Біртіндеп жұмыс істеген заводында заводтың газетін шығарады. Содан біртіндеп кәсіптік жазушы болады. Қазір Жұңго жазушылар қоғамының мүшесі, Гуандун өлкелік жазушылар одағының кәсіптік жазушысы, орынбасар төрағасы, жазушы деген журналдың бас редакторы. Көптеген ірі сыйлықтар алған. Мәселен, Лушин әдебиет сыйлығын, Байхуа сыйлығын, Беңшин сыйлығын деген сияқты. Шығармалары шетел тілдеріне аударылып, көп тілдерге таныстырылған. Еліміздің орта буын үздік жазушыларының бірі. Уаң Шиюэде өз жеке басында бір қанша ерекшелік бар. Біріншісі, алған бетінен қайтпай, әдебиеттің соңынан түсіп, бала кездегі арманын жоғалтпай, және қара жұмыс істеп жүрсе де, шаршап жүрсе де, кітап оқып, ешқандай шарт-жағдай жоқ жерде жазушылықпен шұғылданып жүріп, үстіп ұлы жазушыға, танымалы тарлан жазушыға айналған адам. Бұл енді табандылық. Оның бойында осы бір қасиетті бәріміз үйренсек болады. Екіншісі, ол халық жұмыскері деген топтан шықты, өз тақырыбына адал болды. Осы күнге дейін жазған шығармаларын негізінен осы ауылдан келіп қалада жұмыс істеген жұмыскерлердің өмірін негіз етеді, соны өзек етеді. Өзі бір тілшіге жауап берген кезінде де, ол менің өмірлік тақырыбым, мен одан алыстап кете алмаймын деп айтқан екен. Мен Уаң Шиюэнің біраз шығармаларын көрдім. Мысалы, Құлпытассыз ескерткіш романын, мемлекеттік тапсырыс деген Лушин сыйлығын алған повестің біршама шығармаларын ақтарып көрдім, қолыма түскен. Барлығы диқан жұмыскерлердің өмірі қоғамда ескерусіз қалған, шетте қалған, тіпті тұрмыс шарт-жағдайы нашар болған, солардың арман, мұңы, қуаныш, қайғысы, шаттығы, сонымен бірге өмірлік ұстанымдары, ішкі жан дүниесінің терең бұлқыныстары. Енді Уаң Шиюэні мен біздің қазақ оқырмандарына таныстыруда, көкірек көзінде сөйлеуде екі түрлі нәрсені нысана еттім. Біріншісі, жазушының өз басындағы ерекшелік, яғни табандылығы, оқымаса да алған бетінен қайтпай өз арманына адал болғандығы. Бұл біздің үйренуге тиісті қасиетіміз. Ортамызда қаншама адамдар бала кезде армандайды, кейін әртүрлі себептен, ой, мен оқи алмадым, мен ауылға қалып қалдым деп, сол арманын жоғалтады да көдей-сөдей тірліктің соңында кете береді. Можан томпай болып, енді арман ұлы болады екен, сіз өз арманыңызға адал болыңыз. Қаншама адамдар, міне көріп отырсыз, осыншалық өз өмірін, уақытын, жаңағы қанша ауыр жұмыс істеп жүрсе де, соның арасында ақ қағазды чимайлап жүріп жазушы болды. Сіз де жете аласыз деген сөз. Екіншіден, осы шығармасының кереметтігі. Яғни біз таныстырғалы отырған Күнә повестінің кереметтігі. Күнә повесті қоғамда қоламталы мәселеге айналған екі нәрсені біріктіріп жазады. Әдетте қоламталы мәселе көбінде ақпараттың, жаңалықтың негізгі тақырыбы. Оны әдеби шығармада бейнелеу біршама қиын. Мәселен, бір қоламталы өзекті мәселе туыла қалса, ақпарат шуылдап, барлық ақпарат соны жазады, кескінге түсіреді, айтады. Сосын шуылдап, кейде бір апта, кейде бір ай, одан кейін ел ұмытады. Ал әдеби шығармада бұны жазып, осыдан табысқа жету аз, сыншылардың бәрі мойындайды. Дәл Уаң Шиюэ бұл шығармасында екі бірдей қоламталы мәселені біріктіріп жазды, әрі табысқа жетті. Бұл екеуінің біріншісі, біреудің атында университетке түсу жағдай, яғни біреудің атын жамылып университет оқу. Бұл
бір кезде ақпарат көздерінде болған, яғни өз атын, фамилиясының атын басқа біреудің атына өзгертіп, соның шақыртуын алып университетке түсу. Бұл ішкерде болған жағдай. Соныменен университетке барған адамда қиналады бала. Кейін өз ауылына қайта алмайды, өйткені басқа біреудің аты, елдің бәрі оны бір атпен атайтын болса, мына жерде ол атын өзгертіп кетті де, ауылына барса, біреудікін ұрлап алғаны білініп қалады. Сонымен басқа қалада қалады, өмір бойы көп уақытқа дейін қиналып жүреді. Ал ауылда қалғанша, университетке көшіп әсіл тағдыр өзгеруге тиісті бала, ол сол қалпы қиыншылық қыспағында қалады. Бұл мәселеде көп талқыланған өзекті ақпаратқа айналған осындай қоламтал мәселе. Екіншісі, көшедегі жаяу саудагердің, яғни делдал көшірме саудагердің, ұсақ түйек мәліш қылыш саудагері дейміз, осының арбамен итеріп қашып пысып сауда істеп жүрген кезде, жайма-жай жүрген кезде, көше басқарушы заңдық тараулардың қудалауына ұшыраған кезінде солармен чармаяқтасып, көше басқарушыларының, былайша айтқанда дұрыс, оларда да кемшілік бар, яғни әділетті, тәртіпті, жүйелі, мәдениетті заң жүргізе алмады. Осы жағы да бар. Екіншіден, жаяу саудагердің де қателігі бар. Осыдан екі ортада төбелес болып, ең соңында көше басқарушы заң атқару тарауларының адамын өлтіріп қою жағдай. Бұл да ақпарат көзінде қоламталы мәселе болып талқыланған. Мұнда екі түрлі жаққа ауысқан. Біреулер адам өлтіріп алғанға жаны ашиды. Ол өзі бір байқұс, жайма ашып, семьясын бағып отыр. Енді соны неге кеп бұлап талайсыңдар? Соларға неге солай істемейсіңдер, бұлай істемейсіңдер? Ана көше басқарып жүрген заң атқарушылардың бәрі оңбаған. Әшейін бас салады да әй-шәй демей бүлдіреді, қиратады, оларға жаны ашымайды. Содар бүйтіп тартуға тиіс. Мынау енді заңға қайшы келгенмен ана жігіт кобал болды деп біреулер адам өлтіруші қылмыскерге жаны ашиды. Екінші біреулер заңның әділеттілігі қайда? Заңы ұлы ғой. Заңға қайшы келеді екен, жазалау керек. Егер көше басқарушылары бұндай нәрселерге, теріс нәрсеге тыйым салмайтын болса, онда көше кейпінде қалмайды, мәдениет қалмайды. Бізде көшеде кептеліс болады, дұрыс сауда жүрмейді, қаланың көркіне, мәдениетіне жан жақтылы зиян тиеді. Онда біз заңды атқарып не қыламыз, заңды жасап не қыламыз? Әркім өз білгенімен жүре берсе болмай ма деп үстіп екіге жарылады. Міне осы екі бірдей мәселені түйістіреді, бір повестте түйістіреді. Енді бұл жерде бастала қалғанда-ақ судья болған адамның атын жамылған қылмыскерді соттауына тура келеді. Енді бізде аттас адамдар көп болады. Мысалы, мен бір кезде оқыған кезде біздің класста 4 қайрат бар болатын. Ал енді бұларда фамилия мен ат ұқсау кезігеді, бірақ өте көп емес. Жұңғыда жан саны көп, Ханзу халқында жан саны көп. Солардың ішінде кейде ұқсас аттар, фамилиясы мен аты бірдей ұқсас ат, кейбір аттар өте көп кездеседі екен. Енді кейбір аттар аз кездеседі. Енді өстіп бірдей болуы, ол екеуінің бір ауылдан, бір ауданнан шығуы өте қызықты жағдай. Сөйтсе, төрде отырған судьямыз қылмыскердің шақыртуын ұрлап алған. Әсілгі аты басқа, фамилиясы басқа. Өзі көшпей қалған кезде нағашы ағасы мектеп бастығы жиенін оқуға түсіру үшін ана қазір қылмыскер болып отырған жігітке келген шақыртуды ешкімге көрсетпей қойып қояды да, дереу өзінің жиенінің аты жөнін өзгертіп, соң оны орта университетке жібереді. Уақиғаның барысы осыдан басталады. Осыдан кейін екі айырылған тағдыр, ең ақырында 20 жылдан кейін екеуі сотта кездеседі. Бұл жағдайды білген кезде судья болып тұрған жігіт қатты қиналады. Өйткені бұл оқуға барған кезде де қиналады. Бармайын десе нағашы ағасы жүгірді, шешесі өлер алдында бәрі үмітін айтып кетті. Солардың үмітін жерге тастағысы келмейді. Барып алғаннан кейін мен мынауым дұрыс болмады ғой. Ол да мен сияқты ана өз орнына барған баланы да таниды. О да бір диқанның баласы. О да өліп талып сабақ қарады, қиналды. Енді соның жемісін ұрлап кеткенім деп іштей азап шегеді. Сондықтан барғаннан кейін жақсы оқиды. Ең кемінде көңілін толтыру үшін университет бітіргеннен кейін магистрлыққа өз күшімен емтихан беріп көшіп магистр болып шығады. Соң іштей тояқтайды. Мына кемінде магистрлікті өзім оқыдым ғой. Көмектескен жоқ, мықты оқыдым. Әсіл мен мықтымын деп. Соң магистрлік оқып шыққаннан кейін сол оңтүстікте үлкен қалада қалады. Заң оқиды, судья болады. Енді өмірі сөйтіп үйленіп бір тынышталып келе жатқан кезде әлгі 20 жылдың алдында шақыртуын ұрлап алған жігіт алдында топ етіп түсе қалады. Осыдан кейін ғазап. Көрдіңіз бе? Алғашында бәрі мойындағысы келеді. Бәлкім, егер бұл жігітке әсілі өлім жазасын беру керек, адам өлтіріп отыр келген жігіт. Егер оның жағдайын осындай кезінде ұрланғанын ол мойындаса, өлім жазасынан аман қалар ма еді? Тағдырдың обалысының негізінде деп ойлайды. Мойындағысы келеді.
алайда осы жерде көп нәрсе болады. Өзүнүн нағашы агасы бул кезде бүкүл ауданга беделді, узак жыл мектеп баштап болгон абройлуу адам, онун балалары беделді адам дегендей көптөгөн кайчылыктар туулат. Азаптанып жүрөт, кыйналып жүрөт. Ал енді кезинде университетке бара алмай калган, дыйкан болгон, эң соңунда кылмыскер болгон алги жигитчи. Onun өлтүргөн адамы да бір үйдүн, яғни тағы да бір қаладағы шешесі көшеде жаймашатын семьяның аузынан іркіп отырып, о университет оқытқан баласы екен. Ол әдетте сондай мінезді жақсы бала екен. Әдетте ешқандай адамға ұрыспайды, ұрмайды. Жаяу жаймашыларға қатты жанашитын бала екен. Қызметке шығып жұмыс істеп жүрген кезінде басқалар дөрекілік танытқаннан кейін, сендер өйтіп істемейсіңдер, былай істейсіңдер. Бүгін мен сендерді ертіп барып көрсетемін деп басқа адамдарды ертіп үстіп жүрген кезде алдына жаймасын тартып алған жаймашы ашуланып жүріп, жүгіріп барып оған пышақ салып, өрімдей жас, енді үйленгелі жатқан бала, бір үйдің үміті, бүкіл аузындағысын жырып, ішпей жемей оқытқан баласы үстіп жазым бұл. Бұны естіген кезде ол да күнәдан арылу үшін маған өлім жазасы ғана керек, мен ит болдым. Менің де балам 11-ші класс оқып жатыр. Мен солар үшін жаймашып жүр едім. Мұндай болғанда мен біреудің баласын бүйткеніме мен жыламайын. О да күнәдан арылғысы келеді. Енді кезіндегі мектеп бастығы болған жігіттің нағашы ағасы бұл жағдайды естіген кезде о да күнәдан арылғысы келеді. Ал жігіттің жұбайы бар, тілші болған. О да біледі жағдайды, о да күнәдан арылғысы келеді. Бұл жерде автор осы бір қоламталы мәселені, екі түрлі мәселені арылу, күнәдан арылу немесе күнәдан тазалану деген философиялық мәселемен ұштастырады. Енді күнәдан арылу туралы әлемдегі ұлы классиктер керемет шығармалар жазған. Оның біреуі Лев Толстойдың Французша кітабы Фухо, қазақшасы Арылу деген роман. Романда Маслова деген әсілі кейін жезөкшеге айланған қыздың тағдыры баяндалады. Масловамен ең алғаш көңіл қосқан Нехдулев деген ол оны ойыншық етіп кетеді, бір түнді кермей кетіп. Кейін Маслова сотталып жатқан кезде сода көреді де, бұның осындай күйге түсуіне менің қылмысым бар деп ойлайды. Мен егер кезінде бұны алдап кетпесем, обалына қалмасам, бұл бұндай болмас еді ғой. Содан кейін Нехдулевтің күнәдан арылу барысы баяндалады. Өте адамның жан дүниесінің терең қатпарына үңілген, өзінің қоғамдық жігінен аттап кетіп, Сібірдің суық даласына барып, Маслованы іздеп сонымен үйленбек. Енді бір арылу туралы жазған ұлы шығарма ол Федор Достоевскийдің «Қылмыс пен жаза» романы. Зуифан. Мұнда жас жігіт қатты қиналғандық себепті, экономикалық себепті адам өлтіреді. Осы бір барыс. Ішкі жан дүниенің терең қатпарына үңілу. Ұлы жазушылар күнәдан арылу туралы үлкен шығармалар жазып талқылады. Енді осы тақырыпқа, күнәдан арылуға шағын ғана хикаятпен келіп үн қосты. Әрі соның терең қатпарына бара алды. Сондықтан бұл шығарма маған қатты ой салды. Кішкене ғана шығарма қарасаңыз, бәрі зияндалушы, бәрі күнәкар, бәрі күнәдан арылу керек. Міне осы бір қайшылықты өте әдемі жеткізген. Уақиға сенімді адамның жанын ауыртып отырып, өрбіп отырады. Бірге қиналасыз, бірге жылайсыз, жаныңыз ашиды, тіпті жүрегіңіз шырқырайды. Ендеше күнәдан арыла ала ма олар? Сізде жан дүниеңіздің терең қатпарында әлде бір кездегі шағын қателіктеріңіз, кемшіліктеріңіз үшін өзіңіз азаптап жүрмедіңіз. Біреудің сыртынан айтқан ғайбатыңыз, бірде артық айтып қойған сөзіңіз, біреудің көңілін ренжіткен ісіңіз, соны күнә деп сезініп, содан арылғыңыз келіп, қалай арылам деп ойланып жүрмедіңіз. Осымен үндеседі. Сондықтан шығарманы айна етіп, өз жан дүниеңіздің терең қатпарына үңілгіңіз келсе, қиқыметке толы кейіпкерлердің қилы тағдырына сапарлағыңыз келсе, дүйсенбіде басталатын күнә повестін бірлікте тыңдайық, бірлікте оқиық. Жарайды, онда бүгінгі әңгіме осы жерге дейін. Әңгіменің жалғасын дүйсенбі күні жалғастыратын боламыз. Сонда кезіккенше аман сау болыңыздар, көкірек көзіне оқырман болыңыздар, көкірек көзін жан жаққа үгіттей жүріңіздер. Рахмет.